Отбасы ұлттың түрегі. Өткен апта Таразда осындай атаумен ауқымды іс-шара өтті. Оған тұрғындар мен жергілікті атқамінерлер қатысты. Мерейлі мереке аясында үлгілі жанұялар марапатталды. Ашық аспан, әсем ән, мұң бұралған бишілер бұл мерекенің ажарын аша түскендей. Осы жақында ғана президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің жолдауында Қазақстан халқы жылдың соңына дейін 20 миллионға жетеді деп тілге тиек етті. Бұл Қазақстандағы еліміздегі демографиялық әлеуметтік ахуалдың жақсарғанын, халықтың тұрмыс жағдайының дұрысталғанын көрінісі. Жылдағы дәстүр бойынша әрбір қыркүйек айының екінші жексенбісі өтетін шараға келген қала тұрғындарының қарасы қалың болды. Мереке аясында бірқатар тараздық жанұялардың мерейі асты. Үлгілі отбасы атанды. Мереке отбасы күніне орай шаралар легі жалғасып жатыр. Соның бірі Қазақстан Республикасының тұңғыш президент саябағында өтуде. Осынау шара аясында бірқатар үлгілі отбасылар марапат төрінен көрді. Соның бірі Қожатаевтар жанұясы. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам. Бүгінгі алған марапатыңыз туралы айтып берсеңіз. Бүгін мінекей отбасы күніне қарай әдемі концерттік шаралар ұйымдастырып марапаттап жатыр. Соның ішінде қаланың әкімі келіп, біз отбасымызды марапаттап, мінекей осындай алғыс хатпен, гүлмен марапаттап жатыр. Алла разы болсын. Сіздердің отбасыларыңыз қандай негізі? Спорттық дейді. Біздің отбасымыз Қожатаевтар отбасы. Біз салауатты өмір салты спортпен шұғылданамыз. Мінекей балам да, қызым да спортпен қатысады. Соның ішінде дзюдо күресімен барлық қала тұрғындарын дзюдомен, самбомен, спорт түрлерімен айналысуға шақырамын. Спорт өмірдің денсаулық кепілі дейді. Әрқашанда спортпен айналысып, осы елімізді танытатын спортшылар шыға бересін елімізден. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Отбасы мемлекеттің іргетасы. Адам баласының өсіп-өнер қанат жайып түлеп ұшатын алғашқы алтын ұясы. Алдағы уақытта да жанұялық құндылықтарды нығайту мақсатындағы шаралар өз жалғасын таба бермек. Дәурен Доғдырбай, Асылжан Шымкент, Айқын ақпарат.